Бүгін біз Ыбырай Алтынсариннің ертегісін оқиық. Оқи ғой, Азире. Асыл шөп. Зылиха мен Батима деген біреудің қызметінде тұрған екі қыз бала төбесіне бір жәшік жеміс көтеріп қалған келе жатыпты. Зылиха ықылеп шаршадым деп Батима күліп әзілдесіп келе жатады. Сонда Зылиха айтты: сен неге мәз болып қуанып келесің? Төбеңдегі жәшіктің ауырлығында менің басымдағыдан кем емес, өзіңде менен күшті емессің. Мен жәшігім ішіне ауырды жеңілдететін бір шөп салдым, деді Батима. Ай, онда болса шөбіңнің атын айтшы, мен де ауырымды жеңілдетейін, деді Зылиха. Ол шөп сенің қолыңа түспейіне деп қорыққам, аты Сабыр деген, деді. Апа, Сабыр деген қандай асыл шөп? Сабырлы болу деген шыдамды, ұқыпты болуың керек. Сабыр түбі сары алтын деген. Оқуыңды кез келген уақытта жақсы оқысаң, сонда ғана алға қойған мақсаттарыңа жетесің. Сабырлы бол үнемі.